Шайтан қарғысы, мәңгі аяқталмайтын собор. Еуропада 13 ғасырдан бері салынып келе жатқан, бірақ әлі күнге дейін аяқталмаған бір таңғажайып собор бар. Мыңдаған шеберлер, билеушілер, тіпті империялар ауысты, бірақ бір тылсым күш құрылыс жұмыстарының толық бітуіне кедергі келтіріп келеді. Бұл ғимарат Екінші дүниежүзілік соғыста аман қалды. Бомба жауған кезде қала күлге айналды, ал собор сәл ғана зақым алды. Бірақ неге? Құпия қарапайым, оның биік мұнараларын ұшқыштар бағдар ретінде пайдаланды, сондықтан оны әдейі бомбалаған жоқ. Бірақ мүмкін, оны басқа бір тылсым күш қорғап тұрма. Ал құрылыс тарихы одан да жұмбақ. Аңыз бойынша соборды аяқтауға шайтанның өзі кедергі келтірген. Бір күні бас архитектор Герхард фон Риле қала көшелерінде жүріп, бір бейтаныс адамның дәл сол собордың сызбасын сызып отырғанын көреді. Бұл сызба мінсіз еді. Архитектор оны сатып алмақ болғанда әлгі адам ақшаны керек етпейтінін, тек бір шартпен сызбаны беретінін айтады. Архитектор өз жанын айырбастасын. Келісім жасалды. Құрылыс көз ілеспес жылдамдықпен жүрді. Бірақ шайтан шарт қойды. Егер 3 жылда собор салынып бітсе, 4-ші жылдың алғашқы таңында әтеш шақырған сәтте архитектордың жаны оның меншігіне өтеді. Фон Риленің әйелі мұны біліп, айла ойлап тапты. Белгіленген таңда әтеш шақырмай тұрып, өзі әтештің дауысын салып жіберді. Шайтан ашуға булығып, архитекторды, соборды және оны аяқтағысы келгендердің бәрін қарғап кетті. Ол тіпті қорқынышты уәде қалдырды. Егер біреу осы ғимарат толық аяқталды деп ресми жарияласа, сол сәтте ақыр заман басталады. Қызығы, бұл жай ғана аңыз емес. Архитектор Герхард фон Риле шынымен де жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Ал собордың астында әлдебір ескі жерасты өткелі бар. Ал ең таңғаларлығы, қазіргі заманның озық технологияларымен де бұл собордың ерекше дизайнын толық қайталау мүмкін болмай отыр. Ғалымдар оның құрылыс әдісін зерттегенімен, кейбір сәулет шешімдерінің сырын әлі аша алмаған. Тіпті компьютерлік модельдеу арқылы есептегенде де, бұл құрылымды толығымен жаңадан тұрғызу мүмкін емес деген қорытындыға келген. Соғыстан кейін ғимаратты қайта қалпына келтіру үшін зерттеу жүргізілді, бірақ үлкен мәселе анықталды: іргетас тұрақсыз. Құрылысшылар оны жөндеуге тырысып бағуда, бірақ ғимаратты аяқталды деп жариялауға ешкімнің батылы жетпейді. Шайтанның қарғысы жай ғана аңыз ба, әлде бұл шынымен де адамзат түсіне алмайтын бір жұмбақ күш пе? Сен қалай ойлайсың?